Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге фарш қосылған пицца пісіреміз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Алдымен қамырын жасап аламыз. Жылы суға тұз, қант, ашытқымызды қосып, араластырып венчикпен бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Енді сұйық май, ұн қосып, қамыр елейміз. Қамырымыздың бетін жауып 40 минутқа қойып қоямыз. Пиццамыздың салмасы фарш, помидор, сыр, майонез және кетчуп. Қолымызды майлап алып, қамырымызды екіге бөлеміз. Бізде 2 пицца шығады. Пицца пісіретін табамызды майлап аламыз және үстіне қамырды қолмен жаямыз. Оқтаумен жайсаңыздар да болады. Майонез бен кетчупты қосып араластырып аламыз. Қамырымыздың бетіне тегістеп жағамыз. Ендігі кезекте фаршты жайып шығамыз. Фарштың үстіне сырды жайып шығамыз. Оның үстіне кезекте қызанағымызды жаямыз. Көкшөппен сәндеп қойсаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің хош иісті пиццамыз дайын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.